Жергілікті әкімдіктер күмәнді тендер ұйымдастыруды жалғастырып жатыр. Қараңыз, Өскемен қаласының әкімдігі 18 миллион теңгеге фотоальбом жасатты. Біздің зерттеу бойынша тендерден біраз шикілік таптық. Өскемендік досыңа жібер, қазір 18 миллион теңгенің қайда жұмсалғанын толығырақ айтып берем. Арнаға жазылып, видеоны тарата сал. Ақшаң болса қалтаңда, талтаңда. Алдымен тендер туралы айтайыншы. 6 қыркүйекте Өскемен қаласының әкімдігі ішкі саясат бөлімі Қасымов жеке кәсіпкерлігімен сүйікті қалам Өскемен деген фотоальбом шығаруға келісімшарт жасасты. Мәміле сомасы 18 миллион 600 мың теңгеге шығып, сатып алым ашық конкурссыз тікелей шарт жасау арқылы жүргізілген. Альбом жыл соңына дейін шығару керек екені жазылған. Фотоальбомның өзі екі түрлі болады екен: стандартты және сыйлық қаптамада. Стандартты альбом 950 данадан тұрады, 200-250 беттен тұратын қатты мұқабада жылдық қағазда шығарылады. Ал сыйлық альбомы күңгірт мұқабада небәрі 50 данамен шығады екен. Басқа айырмашылық жоқ. Альбом қазақ және орыс тілінде шығады. Дегенмен бұл тендердің қызығы мұнымен бітпейді. Сипаттаманың соңында жеткізуші шартқа қол қоймаса, немесе қол қойғаннан кейін шартты орындаудан бас тартса, жеңімпаз мекемені 2 жылға тендерден қатысу құқығынан айыратын тізімге қосылатыны көрсетілген. Алайда әкімдіктерде ондай құзырет жоқ. Жозықсыз жеткізушілер тізіміне кімді қосу, кімді қоспау секілді шешімдерді сот қабылдайды. Ол үшін арнайы мемлекеттік сатып алым туралы заң бар. Өскемен қаласында бұдан бөлек те шикілігі көп тендер жетеді. 2021 жылы 1 миллиард 100 миллион теңгеге Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би бейнеленіп, бірақ ортасында экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзі жазылған монумент орнатылған. 2022 жылы 7 дәретхана салуға 24 миллион теңге жұмсалған еді. Сондай-ақ таза Өскемен кәсіпорын жол жөндеу жұмыстарына 1 миллиард 800 миллион теңге бөлініп, бірқатар кешенді орташа жөндеуге тағы 290 миллион теңге бөлінген жазылған. Алайда жергілікті тұрғындар ешқандай өзгеріс күтілмегенін, ал белсенділер ең жақсы жөндеу әкімнің отставкаға кетуі деген челлендждер бастаған. Осы секілді күмәнді тендерларды байқай отыра құзырлы органдар неге жұмыс істемейді деген ой туындайтын шығар. Қараңыз, биыл қыркүйекте Шығыс Қазақстан облысының прокуратурасы бір көзден алу тәсілімен 1 миллиард 400 миллион теңгеге заңсыз мемлекеттік сатып алым анықтаған. Заңсыз жасалған 78 шарт тіркелгенімен күдіктілер 14 миллион теңге айыппұлмен ғана құтылған. Қазір сілтеме қалдырамын, ішіне кіріп танысып шық. Шынайы және тексерілген деректі бізден оқы.